Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мына жерде есіктің алдын көгалдандыруға қатысты бір-екі тәжірибемен бөлісіп кетсем деп ой болып тұр. Мына жерге қарағай отырғызған, сосна. Қараңыздар, бұл жердегі қандай мәселелер болады алдағы уақытта. Кішкентай кезінде қазір білінбейді. Ертең мынау қарағай ол қатты бұтақтары көлден бағыт қатты өсетін болады. Мына жерді жабатын болады. Сосын адамдардың дұрыс өте алмайтын болады. Сосын адамдар өте берген соң, бір жағына тиіп өте бергеннен соң, мына жағы дұрыс танылмайтын болады. Сосын адамдар былайға қашатын болады. Сонда симметриясы бұзылады. Бұл бірінші. Сосын мына екеуі, мынау да екеуі бір-бірін қысатын болады. Мынамен таласатын болады, мына ортада қысылатын болады. Мынау да бір-бірімен таласатын болады. Өйткені биік өсіп жан-жағы жайылған кезде. Негізі мына жерде мүмкіндік болатын болса, нешеу тұр, бесеу тұр ма? Үшеуін ғана қалдыруға да болатын еді, немесе екеуін қалдыруға. Сосын оның ар жағында міне тағы да можжевельниктер тұр. Бұл можжевельниктердің де мәселесі сондай болады. Міне. Енді бұларды езгіретіп жерге болады шығар, бір-біріне қосып деген сияқты. Бірақ сонда да бұлар бір-біріне қатты таласатын болады. Бұл жерде мына тамыр жүйесін қатты, тамыр мойны қатты көміп жерген. Топырақ батпақтанған тамырға шіруі мүмкін. Мынау да дәл сондай. Мына жерде сондай қателіктер орын алған. Сосын мынаған жақын отырғызылған. Төбеге биік өскен кезде тірелетін болады, күнге қарап қашатын болады. Сонымен алдағы уақытта жұмыстар басталады. Сонымен қалай істеуге болады, ауырады деген сияқты. Мына жерден ауруларды көруге болады, кішігірім. Шүтті деген аурумен алып тұр. Саңырауқұлақ ауруымен. Сосын егерде есіктің алды осындай көгалдандырып айналсам десеңіз, алдағы 5-6 жылға, алдағы 10 жылға алдағы қараңыздар. Өйткені көп жағдайда жиі кездестіремін осындай қателіктерді.